Медет Темірханұлы 2022 жылдан бері Тәңірберген елді мекенінде басшылық қызмет атқарады. Қолына тізгін тигелі көп бола қоймаса да бірқатар ілкімді істерге себепші болды. Кеңсахара ауылында тозығы жеткен мектептің мәселесін шешіп, жаңа мектеп салғызуды қолға алды. Қаражат бөлушілер алдында жобаның маңызын қорғап шықты. Жеке инвесторлар тарта отырып Саржансайда балабақша ашты. Ұялы байланыс, жол, кәсіпкерлік бағытында да айтуға тұрарлық жетістіктер жетерлік. Әкім болғанға дейін дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы мемлекеттік қызметтің қазанында қайнаған маман, әкімдік қызметтің күрмеуі күрделі мәселелерінде жақсы біледі. Оны әкімдер форумында айтты. Менің жалпы президентке қойған сұрағым ол біздің функционалдық міндеттен тыс кейбір кезде жұмыстар, қызметтер артылып жатады. Оның ішінде енді барлығы әрине әкім болғасын, сол ауылға жауапты болғасын шұғыл түрде әрекет етеміз. Дегенмен де белгілі бір инстанцияларға қатысты жұмыстарды біз өзіміздің құзыреттілігімізден тыс жұмыстарды атқарып кетіп отырамыз. Осы барысында сонымен қатар салықтық диспропорция дейміз, яғни біздің өңірдің төңірегінде, ауылдың төңірегінде үлкен кәсіпкерлік орындары бар. Ол жерде біздің ауылдың тұрғындары қызмет етеді. Бірақ алайда ол жерден түсетін экологиялық салықтар, корпоративтік салықтар дейміз, солар облысқа, ауданға немесе республика деңгейіне ауып жатады. Егер осы салықтар осы қандай да бір белгілі бір мөлшері біздің ауылдың шеңберінде қалса, ауылдың ішіндегі керек жарағымызды, өзге де шараларымызды жедел әрі оңай істеуге мүмкіндікті бар деген бағытта сұрақтарды қойдым. Қасым-Жомарт Тоқаев айтылған әрбір ұсыныс пен талап тілектерді түртіп алып, тиісті министрлер мен жауаптыларға қаузалған мәселелерді тез арада шешуді тапсырды. Бұдан былай әкімдердің өкілеттілігі күшейеді. Жалпы ауыл әкімдерінің диалог платформасы елді мекен әкімдерінің жұмысындағы мәселелерге назар аудартқан жиын болды. Соның бірі бірыңғай база. База данных дейміз, барлық мемлекеттік базаға біздің қазір жүйелік түрде қолымыз жетпей отыр. Осы сұрақтарды да көтерген болатын. Президентіміз осыны тез арада бір айдың ішінде шешуді де тапсырма берілді цифрлық мемлекеттік министрлігіне. Яғни мысалға қазір бізге бір сұрақ келетін болса, қанша тұрғынымыз бар, немесе қанша кәсіпкерлігіміз бар деген сияқты біз оны әртүрлі инстанциялардан хат жолдау арқылы алып отырамыз сводкілерді. Егер бізге осы государство база данных дейді, оған рұқсат берілсе, біз жұмыстары, яғни кабинетімізде отырып, осы барлық көрсеткіштерімізді, халық санын, басқа да жүйелік базаларға қол жеткізетін боламыз. Жиын барысында мемлекет басшысы ауыл әкімдерінің құзыретіне және аудандардың тыныс-тіршілігіне қатысты пікір білдірді. Мемлекет басшысы ауылдағы ағайынның тұрмысы жақсарып келе жатқанын тілге тиек етті. 2022 жылы халықтың табысын арттыруға арналған кешенді жоспар қабылданды. Биыл үкімет алдағы 5 жылға арналған өңірлерді дамыту тұжырымдамасын бекітті. Ауылға қомақты инвестиция тартылды. 2021 жылдан бері ауыл халқына алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсететін 864 нысан салынды. Сондай-ақ 388 жаңа мектеп ашылды. Былтыр 2000-ға жуық ауыл мектебіне сапалы интернет берілді. Нұрбол Жауынбаев, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.